жаңадан әдебиеттің есігін босаға санаттап жатқан, бір елең еткізерлік, бір жаңалықпен келген жастарға сіздің көзіңізге іліккен сондай жастар бар ма жалпы? Олардың шығармашылығына деген көзқарастарыңыз? Жаңа сенің әңгімеңден есіме түсіп отыр, баяғыда Тұманбай ағамыз, мен 60-тан астым, бірақ мені Әбу Сәрсенбаевтар әлі бала дейді деп ренжіген есіме түсіп отыр. Иә, маған ұнайтын толқын бар. Жастардың ішінде ол Айжан Табарақ қызы деген бір ақын қыз бар. Енді Бауыржан Қарағыз ол ертерек келді деуге болады, осы біздің өкшемізді басып келе жатыр деуге болады ақындардан. Сонан кейін Нұрлан Қабдай деген жазушы жігіт бар. Өз қолтаңбасының ерекшелігімен, жазудағы мінезіменен, қарымыменен маған ұнайды. Айтсам көп, қазір енді кейбірінің есіме де түспей отыр. Асыл Арыстанбек деген қыз бар. Жалпы көңіліңіз толады ғой? Көңілім толады. Сонан кейін жастарда жалпы әдебиеттегі тұлға деген ол тағдыры бар адам. Өзінің санасымен, шығармашылығыменен ерекшеленеді. Ал енді тағдыры жоқ, тағдыры көпке ұқсас адамның шығармашылығы да сол көптің деңгейінде, жаңағы әлгі стандартты ойда, менше, мысалы, үлкендерден, тіпті үлкен әдебиеттен алып отырсаңыз, орыс әдебиетінен алатын болсаңыз, барлығында керемет тағдыр бар ғой. Ахматовадан бастап Цветаеваны, Мандельштамды айта берсеңіз, иә. Сол сияқты мынау Фариза апаң, Қадыр ағаң, Жұмекен ағаң, осылардың Әкім ағаң, Мұхтар Мағайын, бұл кісілердің барлығында керемет сұлу, Оралханда тағдырлы жазушылар. Енді бұл кісілер